қарасаңыздар, одан кейін біз нөл санын тауып алуымызға болады. Қалай? Массамен нені көбейтіп тұр? Массамен зат мөлшері. Массамен мольдік Мольдік массаны көбейтіп тұр. Осыны жазуға алыңыздар. Авогадро санына формула жазамыз ба? Балерина қарай кеттік. Бізде қараңыздар, жазыңыздар ма? Мысалы, мына жерде қарасаңыздар, бірінші не жазылып тұр? 12 грамм ол не? Ол көміртектің салыстырмалы графит, яғни көміртек дұрыс. Одан кейін мына жерде күкірт қандай? Темір бізде енді периодтық кезең ашыңыздаршы. Бізде темірдің салыстырмалы атомдық массасы. Апай күкірттікі 32 ол? Иә, енді қателеспеген болады. Аллана темірді 56. Темірді 56. Темірді көрдіңіздер ме? Қайда темір? Феррум. Ол номер қандай? Өздеріңіз табыңыздар, иә? Қанша болып тұр? 56. Аяғы 56. Яғни қараңыздар, бізде темір, иә? Мысқы 64 грамм, иә? Мына 56 грамм, бұл қандай зат? Бізде 1 моль, иә? 1 моль зат. Енді осының құрамында бөлшектер саны қаншаға тең? Бөлшектер саны атом молекулалар қаншаға тең болады? Бөлшектер саны қаншаға тең болады? Яғни бізде сутектің салыстырмалы атомдық массасы бір ғой. Оның құрамындағы бөлшектер саны да 6,2 тең болады. Яғни қандай да бір заттың массалары әртүрлі болғанымен, оның бізде бөлшектер саны қандай болады? Енді қараңыздар, бірінші тапсырма. Төменде бізде хлор сутек берілген, азот және қышқылдарының молекулаларының несі берілген? Олардың біз не істейміз алдымен? Формуласын жазып, молдек массаларын есептейміз. Енді сізде бірінші топ, сізде екінші топ, сізде үшінші топ. Ең бірінші, мына тұз қышқыл тұр ғой. Яғни ол H хлор біріншіден көмектеседі, иә? H хлор, иә?
біреу болып тұр, иә, қарасаңыздар. Оттектен қанша? 4. Одан кейін сутектен нешеу? Сутектен 3 қарасаңыздар, иә? Апай, N деген не? Ау? N дегеніміз ол азот. Азотта сіздерде біреу болып тұр. Оттектен неше болып тұр сіздердің? Оттектен 3-еу. Иә, өте жақсы индекстер. Ал сутектен қанша? Сутек. Қанша болып тұр? Қанша сутек көріп тұрсыз? Апай, анау, үшіншісі қалай сонда? 4SO4 болма? SO4 H2O4 болма? H2, Неге H2 ана жерде? Қарайсыз. Оның басында ма? H-тен ол екеу болып сутекте көрдіңіз ба? Ал оттектен 4 болып тұр. Бізде оттектен Қайда болса? ол бір ғана мәлімет көрсетіп жатыр. H2O4 де? Сіздерде Все болған болып бар ма? Апай, мен почти болдым. Болдыңыздар ма? Жауап біреу көріңіз, иә? Апай деген. Сіздер қанша шықты бірінші топта? Апай, менде де 63. Сіздерде қанша шықты? 63. Бізде бірінші топта қанша шықты? 63. Екінші топта? 63. Қанша сегіз? 90? Екінші несі ма? Сіздер? Жоқ, анау соңғысы ма? Иә, соңғы. Соңғысы бізде шықты 98. Ал енді көрейік, бала жауабын. Апай, бірінші 63. Біріншісі бізде 63 грамм ноль, дұрыс, иә? Екіншісінде бізде 98 грамм ноль. Сіздерде де дұрыс, иә? Ал сіздерде 98 грамм ноль. Өте жақсы дұрыс. Жарайсыздар, иә? Үш қатар күні дұрыс, жақсы ма? Енді жалпы сабақ түсінікті ме, балалар? Түсінікті ғой, иә? Енді балалар, біз алдыңғы тақырып бізде зат мөлшері болған, иә? Енді болған, иә? Одан кейін бүгінгі тақырып бізде мольдік масса болды. Сонда біз қанша формула болса дейін? 5 формула өтті. Енді балалар екінші тапсырмаға назар аударамыз. Қазір Райымбек Титов шығарады. Райымбек Титовы қараңыздар, бізге не деп тұрмыз? Біздің қосылыстың формуласы берілген ғой, иә? Зат мөлшері берілген ба? Зат массасы берілген ба? Молекула санына берілген, иә? Сіздер хлордың аласыздар, осы топ. Хлордың зат мөлшерін табасыздар, және заттың массасын табасыздар. Ал сіздер нені табасыздар? Қалағандар. Ал сіздер барий сульфатын алыңыздар. Барий сульфаты, иә? Енді балалар бүйтейік, әрбір топтан бір бала шықсын да, өз есептерін табасы. Кім шығады? Бірінші, екінші, үшінші есепті отырған бала шығара берсін, ал бізде қалған шығармаған есеп бар ғой? 3 есеп, соған 3 бала шықты.